Сәлеметсіздер ме достар, біз бүгін етпен макарон жасаймыз. Етті осылай ыстық суға құйып қойдым. Май және де 3 картоп, пияз жартының жартысы, сосын жарты болгар бұшы, пияз, сонымен бірге макарон. Осылай жақсылап тұрып қуырамыз екеуін. Олар қызару керек жақсылап тұрып. Қызарған кезде ғана біз оны жақсылап жаңағыдай қолдана аламыз. Содан кейін осыларды рет-ретімен қосамын. Болгар бұршын және сонымен бірге сәбізден кейін жайлап картоп деген секілді. Содан кейін міне мен болгар бұршын қосып алдым. Сол қосылғаннан кейін біз оны осылай қызартып тұрып қуырып алуымыз қажет. Сонда ғана жақсы болып шығатын болады. Артық дыбыстарға мән бермеңіздер, менің айналамда солай болып жатыр. Сонымен бірге жақсылап тұрып араластырамыз. Содан кейін мына сәбізді қосам, сосын картопты қосам, осылай туралған. Сосын жақсылап тұрып осының бәрін қосып аламыз. Дәмдеуішті, тұзды өз дәміне қарай, жалпы өз қалауларыңыз бойынша 1 ас қасық немесе 1 ас қасықтан аз қоссаңыздар болады. Қалауларыңызға қарай қосасыздар. Сосын мен осылай томаттың орнына салатты қосып жіберетін боламын. Бұл қатты ащы емес, орташа ащылықтағы салат болып табылады. Сол үшін мен осыны қосып жібердім. Қызарту және де әдемі түс беру мақсатында, дәм беру мақсатында осылай қосып жүрген болатынмын. Томат болса, томатты қосып жіберсеңіздер тіптен күшті болады. Сөйтіп араластырамыз осылай. Ол қызарып тұрып араласу керек. Содан кейін біз оның жалпылама араласуын, пісуін қадағалайтын боламыз. Содан соң сәбізді салам. Сәбізді салғаннан кейін де жақсылап қуырып аламыз. Ол жақсылап қуырылуы қажет. Содан кейін оны да жақсылап қуырамыз. Содан кейін осылай қуырып аламыз. Әрине қызартып тұрып қуырып алған дұрысырақ болады, достар. Содан кейін кішкене су құямыз. Қайнаған судан кішкене құясыздар, кішкене жоғарырақ болып тұру керек. Сосын картопты саламыз. Картопты да салғаннан кейін оны да бірге жақсылап тұрып пісіріп алатын боламыз. Қадағалап тұруларыңыз шарт. Содан кейін араластырамыз жақсылап тұрып бәрін. Содан кейін бізде жақсы түсі, түрі пайда бола бастауы қажет. Содан кейін біз әрине де бәрін араластырып алғаннан содан соң біз үстіне тағы да жалпы дәмдеуіштеріңізді қай уақытта қосқыңыз келеді, тұзды қай уақытта қосқыңыз келеді, сол уақытта қосуға болады негізінде. Сөйтіп барлығын жақсылап араластырып алғаннан соң өзі кішкене қоюланып, түрі де өзгере бастайды, қызарып, дәмі де өзгергендей болып көрінетін болады түрінен. Содан кейін үстіне тағы су құйып жіберем. Түріне қарасам сорпа сияқты көрініп тұрғанын білемін. Дегенмен де бұл өте дәмді болып шығатынына сенімдімін. Содан кейін жақсылап тұрып осылай араластырамыз. Сосын барлығын жақсылап тұрып араластырып алғаннан соң әрине де біз макарондарды саламыз. Мен 2 түрлі макароннан салып жібердім, өздеріңіз көріп тұрғандай. Сол кезде сіздерде нормально, әдемі болу үшін 2 түрлі макаронды салып жіберген болатынмын. Осылай бұл қуырылғанын, жалпы қайнағанын күтетін боламыз. Қуырып емес, қайналып жасалған макарон болып шығады етпен бірге. Содан кейін жақсылап тұрып осылай жасалғаннан соң біз әрине оны жақсылап тұрып мынау іске болып шығады деп көрсетіп қойып жатырмыз сіздерге жалпы. Содан кейін мен аламында осылай араластырып тұрам арасында, өйткені бұл жақсылап жабысып қалмайтындай болу керек. Сосын мен дәмдеуіш, тұз, сондай нәрселердің барлығын салып тастадым, укроп, петрушка деген секілді. Сөйтіп барып араластырып тұрмын. Сәлден соң уже дайын болып қалатын болады. Сондықтан да достар, барлық жағдайда жақсы позитивпен табақ дайындауға тырысайық. Сонда тамағымыз да дәмді болып шығады. Осылай жақсылап тұрып араластырып алғаннан соң, әрине де біз достар не істейміз? Әрине біз оның үстіне тағы кішкене су құямыз. Өйткені бұл жерде каналға жазылуды да ұмытпаңыздар. Арасына қосып жіберейін. Каналға жазылуды ұмытпай отырыңыздар. Мен де осылай болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше лайк басып, коммент жазып тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. Астарыңыз дәмді, өмірлеріңіз мәнді болсын. 2025 құтты болсын.